Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық етінен жасалатын запеканканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 500 грамм тауық етін жіңішкелеп видеодағыдай турап аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып маринадтап шетке алып қоямыз. Одан кейін картопты турап аламыз. Менде орташа көлемді 7 штук картоп кетті. Картопты өте жіңішке қылып тураймыз. Себебі запеканкада өте ұзақ пісетін картоп. Картоп дайын. Енді картопқа дәміне қарай осындай картопқа арналған дәмдеуішін қосып, тұз қосып араластырамыз. Оған 2 сарымсақты майдалап қосамыз. Мен майонезді видеода көріп тұрғандарыңыздай картопқа қосып араластырып аламын. Сол кезде запеканкамыз сочный болып шығады. Енді өлшемі 20-30 сантиметрлік противенға картопымызды осылай айналдыра салып шығамыз. Барлық жерін жауып, үстінен кішкене тағы салып шықсаңыздар да болады. Одан кейін бір пиязды ұсақтап турап, осылай картоптың үстіне салып шығамыз. Содан соң тауық етін осылай салып шығамыз. Бетіне 2 ас қасық майонезді салып жағып шығамыз. Картопты 2 слой қыламыз. Тағы да осылай жан-жағын айналдырып салып шығамыз. Картоптан қалған соусты бетіне құйып шығамыз. Одан кейін 2 қызанақты жіңішкелеп турап бетіне қойып шығамыз. «400 грамм сырды үккіштен өткізіп, шамалысын қазір қосып, қалғанын піскенге 10 минут қалғанда қосып шығамыз. Енді запеканканы 180 градуста 60 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне запеканкамыз дайын болып қалды. Енді қалған сырды осылай бетіне салып шығып, қайтадан қызып тұрған пешімізге 10 минутқа салып аламыз. Қараңыздар, запеканка дайын болды. Енді дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен Лаура.